Әйелдің қырық жаны жоқ. Перзентіне қарау, ас-ауқат дайындау, кір жуу, нан пісіру, ауланың бұрышында үй салып жатқан күйеуіне лай қарысып кірпіш тасу келіндік қызмет. Бәрі мойнында. Анда-санда күйеуіне дәрігерге қаралсам ба, белім шыдатпай ауырып жүр дегенде, өлмейсің, әйелдің 40 жаны бар, деген жауап естиді. Ауруын емдемеген соң ол да асқынып, сол дерті асқынған сайын жанына батып жүрсе де шыдауға тура келді. Төсек тартып жатып қалды. Дәрігер берген дәрі-дәрмек, шөп дәріден көмек болмады. Облыстағы ауруханаға жатқызылды. Сонда да ем қонбады, нашарлай берді. Күннен күнге өңі қашты. Дәрігер бір күні күйеуін бөлмесіне шақырып алып, кеш әкелдіңдер, ауруы денеге тарап кеткен деп үйіне қайтарды. Ауруы жеңіп, көзін аша алмай жатқан әйелін күйеуі жедел жәрдем көлігімен әкетіп барады. Тізесіне басы қойылған келіншектің жүзіне қарап жылап жіберді. Көзіңді ашшы, сен бізге керексің, балаларды жеткізуіміз керек, апасы-ау, деді. Барған сайын сағаты таусылып, бір шамы сөніп бара жатқан әйел көзін әрең ашты. Күйеуінің күшті қолын әлсіз дірілдеген саусақтарының арасын алып, сәл ғана мұңлы жымиып ұзақ қарады. Әкесі, балаларды сізге, сізді Құдайға тапсырдым. Қыздарыма бір сөзді жақсылап жеткізіңіз. Өздеріне қарасын. Оларға айтыңыз, әйелдің 40 жаны жоқ екен. Олардың да бір ғана жаны бар екен. Сол жанды абайлап сақтасын. Өздеріне қамқор болсын, күтінсін. Әйтпесе, әйел сөзін аяқтай алмады. 40 жаны үйге бірнеше шақырым қалғанда. Қырғыз тілінен аударылған, оқыған Жанар.